Ал саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгін 11 ақпан 2026 жыл тағы да Brain Ring алаңында екінші турға жиналып отырмыз. Сондықтан бұл турда командаларға сәттілік тілей отырып, екінші турды ресми ашық деп жариялаймыз. Жалпы ойын ережелерін бәрін қайталап айту керек емес шығар деп ойлаймын. Соңғы ұпай бойынша қазір бірінші орында 9-шы А сыныбы келіп жатыр 3 ұпаймен, екінші орында 10А 2 ұпай, 9Б 3 ұпаймен 1 ұпаймен үшінші орында келіп жатыр. Енді басқа командалар бүгін ұпай алады деген сенімдеміз. Сол сенімді қазір соңында білетін боламыз. Онда уақытты созбай бірінші сұраққа кезектелейік. Ілім иелері былай дейді. Ғалымдармен бірге отырғанда ақылыңмен отыр. Басшылармен отырғанда іліміңмен отыр. Достарыңмен отырғанда әдебіңмен отыр. Ал ақымақтармен отырғанда сабырыңмен отыр. Отбасыңмен отырғанда мына нәрсеңмен отыр. Өйткені әрбір жердің өзіне тән сөзі бар дейді. Отыратын орны бар дейді. Сонда отбасымен отырғанда не нәрсеңмен отыр деп айтылып отыр. Сұрақ түсінікті ма? Отбасымен отырғанда немен отырамыз? Ғалымдармен ақылыңмен, басшылармен іліміңмен, достармен әдебіңмен, ақымақтармен сабырмен отыру керек екен. Ал онда уақыт қосылды. Ілім иелері былай деп жауап берген: ғалымдармен ақылыңмен отыр деді, басшылармен іліміңмен, достарың әдебіңмен, ал ақымақтармен сабырыңмен отыр деді, ал отбасыңмен жүрген кезде мейіріміңмен отыр деп жауап берген. Так, 11А 2 ұпай, 11Аге 3 ұпай, 10А 1 ұпай, 9А дейді. Жоқ, 9А. Мейірім деген бар екен, 1 ұпай. Кеттік онда. Екінші сұрақ. Екіншісі ой толғау деп айтылады. Бағана 10 класында еді. Жасым неште деген? Сол жасым 45-те деген ой толғау. Так, жасым 45-те. Ұстанымым сапа санына маңызды. Болашаққа деген үміт басты рөлде. Ең маңыздысы өзіңмен үйлесім табу. Біреуге бірдеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Өз қателіктеріңді мойындауға батылдық жетеді. Ал жетістіктеріңе байыппен қарайсың. Тек дүние жинау емес, артыңнан жақсы ат, тәрбиелі ұрпақ және пайдалы іс қалдыру басты мақсатқа айналады. 45 жас бұл өткенге өкініш емес, мына нәрсемен, ал болашаққа қорқынышпен емес, парасатпен қарайтын нағыз кемелдік шақ дейді. Өткенге өкінішпен емес, мынандай көзқараспен қарайсың деп жатыр да. Ал болашаққа не деп отыр? Қорқынышпен емес, парасатпен қарайсың болашаққа. Ал өткенге қандай көзқараспен қарайсың? Так, сұрақ. 2 минут қосылды. Так, негізгі уақыт аяқталды. Так, 45 жас бұл өткенге өкінішпен емес деген сөз. Кеше 9-шы А сыныбында біз бір сөзді талқыладық. Ол не сөз деген сұрақпен біраз бас қатырған болатынбыз. Бірнеше варианттар шықты. Еске түсті ма? 45 жас бұл өткенге өкінішпен емес, тәжірибемен қарайтын нағыз кемелдік шақ еді. Так, тәжірибе деген жауап қабылданады.
Так, 9 әде 2 ұпай. Так, басқа командаларда тәжірибе деген вариант қарастырылмапты, өкінішке орай. Бір күй тарихы деген 3-ші сұраққа кезек келді. Яғни Үсен төре мен Қазанғап деген екі арасында болған әңгіме бұлай деп басталады. Бірнеше күннен кейін енді Үсен төре өз ауылында қонағас ұйымдастырып, жиналған өнер иелерін төрге оздырды. Сол сәтте Үсен төренің немересі Парау қонақтарға шай ұсынып жүрген. Қазанғап қолына домбырасын алып, жаңа күйін төгіп сала бергенде, Парау қыз күйдің әсерінен елтіп, шай құюды ұмытып кетеді. Қыздың сазға беріле қалғанын байқаған Қазанғап күйін аяқтап, домбырасын іргеге сүйей бергенде Үсен төре, Қазанғап, мына күйдің аты не? Деп сұрайды. Қазанғап жымиып, аға, сіздің қонақ жайлыңызға, көңіл ыстық ықыласыңызға арнадым. Бұл күйді сізге арнаймын дейді. Сонда Үсен төре, сен күй тартып отырғанда Парау қыздың қолындағы шайын ұмытып кетті. Қолымен қанша ишара жасасаң да мән бермеген еді. Сондықтан бұл күйдің аты Шынаяқ мынандайлар болсын деп күйге ат қояды. Сол күннен бастап Қазанғаптың бұл шығармасы халық арасында Шынаяқ мынандайлар деген атпен тарады дейді. Күй тартып жүргендер болса білуі мүмкін. Сондықтан Шынаяқ деген мынандайлар дегенде көпше түрде бір зат есім тұр. Не болуы мүмкін? Шынаяқ не болуы мүмкін? Шыны аяқ мынандай нәрселер деген көпше түрде ат қойған екен. Сол аттың мәнін сұрап отыр. Так, сұрақ онда түсінікті. Шыны аяқтың қасында зат есім табасыңдар көпше түрде. Түсінікті ғой, әңгіме не туралы болған? Так, кеттік онда. Жаңа біз мәйқа мерім деп жазған едік. 9 бұда бар ма? Көрмей қалдым, қойып берем. 9 бұға мейірім деген жазылған екен. Мен көрмей қалдым, мынаған бір ұпайларын қойып бердім. Ертең қайдан пайда болды деп таң қалып қалмаңдар. Қателік бізден болды, мына жерде көрмейді что-то. Кейін байқасам бар екен. Ескерткеннен кейін. Енді Шынаяққа көшейік енді. Қазанғаптың күйін тыңдап жүргендер болса білер еді, бірақ күй тыңдайтын, ана қыз құсап күйге елтетін бізде қайда, одан алыстап кеттік ау. Так, не дейді? Кеттік онда. Сондықтан бұл күйдің атын Шынаяқ тастар деп атадым дейді. Он күйді білетіндер адам таппаса, ұйқасып табу. Тас, кәдімгі тас. Үшінші сұрақ, ауыр сұрақ болды. Так, кеттік. 4-ші сұрақ. Дулат Бабатайұлынан сәні жоқ деген өлеңі беріледі. Асқар таудың сәні жоқ, 4 түліктен қонысы, басылмайтын сонысы, көк майса белі болмаса дейді. Өзен судың сәні жоқ, өрлей құлдай қонатын, жағасы малға толатын, аймақты елі болмаса, қопалы жердің сәні жоқ, тұңғиық мөлдір иірім, көз болжамас қиырын, айдың көлі болмаса, ақ ауылдың сәні жоқ, топталып жылқы үйездеп, ноқталы құлын күйездеп, тартқан желі болмаса, шешендіктің сәні жоқ, сөзіне сүтте ел үйіп, қолтығына ел сыйып, басына бақыт қонбаса, қайырсыз байдан пайда жоқ, нашарға жәрдем бермесе, кем кетігін көрмесе, көн болып қатса сіреуі, екіге сатса біреуі, несиенің өсімі, мөлшерлі жоқ кесімі, үзбей құйса тұлмаса, сұлулықтың сәні жоқ, көрсе қызар күлкі ғой, шаруа істемей сылап бой, жол саудаға жолдаса. Би мен бектің сәні жоқ, елін қорғай алмаса,
тура жолға салмаса, ыстығына күймесе, суығына тоңбаса. Батырлықтың сәні жоқ, түн ұйқысын төрт бөліп, ерлерген тұлпар еттеліп, толғаулы найза қолға алып, тұйғын құстай қомданып, сары садақ асынып, егескен жауды қашырып, елін қорып жауынан, ереулеген егер дауынан, тұтамды оқ жонбаса. Бәрін айтта бірін айт, ұғынар мұны ел қайда, елді бастар ер қайда, аға сұлтан абыздар, еліңді қамап көр қайда, барса келмес жер қайда. Мына нәрсе кеткен соң қолыңнан, зарлаудан сарнау не пайда деген екен. Қолынан не кеткен соң, зарлаудан сырнаудан не пайда деп айтылып отыр. Соңғы көбілетін тағы бір рет оқиым. Бәрін айтта бірін айт, ұғынар мұны ел қайда, елді бастар ер қайда, аға сұлтан абыздар, еліңді қамап көр қайда, барса келмес жер қайда. Мына нәрсе кеткен соң қолыңнан, зарлаудан сарнау не пайда деген екен. Қолынан не кеткен соң деген сұрақ беріледі. Бәрін айтта бірін айт, ұғынар мұны ел қайда, елді бастар ер қайда, аға сұлтан абыздар, еліңді қамап көр қайда, барса келмес жер қайда. Күш кеткен соң қолыңнан, зарлаудан сарнау не пайда деген жауап еді. Так, 11А дейді. Күш деген вариант бар екен, бір ұпай беріледі 11Аға. 11А күш, power ағылшынша екеуде бар, сол белгіленген, сондықтан оған 3 ұпай беріледі. Так, 10А күш деген бар, өкінішке орай 1 ұпай беріледі. Так, 9Ада күш деген сөз жоқ. Так, 9А күш деген вариант бар екен, 1 ұпай беріледі бірақ. Так, 9Б'да күш деген вариантты белгілепті, сондықтан 2 ұпай беріледі 9Б'ға. Жалпы ұпайларды бір ескертіп кетейін, 11А 3 ұпаймен кеп отыр. 11А 6 ұпай, 10-ның асы 2 ұпай, 9-ның асы жоқ әлізше, 9-ның әсінде 4 ұпай болды, 9-ның бысында 3 ұпай болды. Бақтияр Палуан деген естігендерің бар ма? Оңтүстік өңірінде Арыстанбап кесенесінің сыр жақ бетінде Қанттоғай деген нулы сулы қамыс құрақты өлке бар. Сонда Бақтияр деген балуан өмір сүріпті. Қажымұқан бұл кісінің көзін көріп дәмдес болған екен. Сонда айтады, бұл кісінің ірілігі бір қабырғасының өзі 3 елі, аяқ қолы менен бірнеше есе үлкен алып күштің иесі екен. Кезінде бұл кісіге жолбарыс шапқанда қылышымен қақ бөліп тастаған деген әңгіме естіп, соны өз аузынан анық қанығын білгім келіп, сонда сұрағанымда былай деп жауап берді дейді. Қажымұқан өзі қандай екен білесіңдер, анау өзі таңғалып отыр. Сонда жаңаға Бақтияр бабам былай дейді. Қанттоғайда кезінде жолбарыстар көп болды. Аң патшасының жымын білетін халық тоғайдың арасының жолмен өлсе де жүрмейтін еді. Ол жолмен тек менің әкем ғана жүрді. Мен де өсіп азамат болған шағымда сол жермен жүріп көрейінші деп бекіндім. Келе жатқанда бір жолбарыс шапты. Қылышымен қақ бөліп шауып өлтірдім. Соны кейін әкеме айтқан кезінде әкем күңіреніп былай деді. Япырай, бұл не сұмдық? Мына хайуан адамға шабатын бет. Мен кезінде жүргенде ол немелер бастарын 2 бұттың арасына тығып алып тыпыр етпей жататын. Олар шапқанына қарағанда ұрпақтарым ұсақталып кетіпті-ау. Бұл хайуанның айбарын қайтаратын мысыл жоқ, неткен жансың өзі деп ренжіп теріс қарап жатып алған екен дейді. Сөз төркіні түсінікті болма? Мына хайуан деп отқаны қай хайуан деген сұрақ беріледі. Яғни жолбарысты ол бір хайуанға теңеді, бір жануарға теңеді. Сол жолбарысты қай жануарға теңеп, оны былайша айтқан кезде адам өріне көрмеді деп айтамыз ғой, менсінбеді. Сол хайуанның орнына жолбарысты не деп атады?
Al kettik onda. Олар шапқанына қарағанда ұрпақтар мұсалқылап кетті ау. Мысықтың айбарын қайтаратын Так, 11А 3 ұпай. 11Ә 3 ұпай. 10А 1 ұпай. 9А 1 ұпай. 9-ның әсі ұпайсыз. 9-ның бұсы 3 ұпай. 9-аға 1 ұпай, 10-аға 1 ұпай. Ұпайлар санын тағы бір еске салайық. Соңғы турда енді бұл нағыз не дейді? Жүйкеге жүк түсіретін тур болып тұр, соңғы сұрақ болып тұр. Енді 11Ә бүгінгі турдың жеңімпазы деп атасақ та болатын шығар, бірақ енді Мамода қазір нақтан бір 3 ұпай алып кетіп машқара болып, жақсы ерекшелігіне қарай қатып кетпесе. Так, 11Ада 6 ұпай, 11Әде 9 ұпай, 10Ада 3 ұпай, 9Ада 1 ұпай, 9Әде 4 ұпай, 9Б'да 6 ұпай мен тұр. Соңғы сұрақ сырымның тапқырлығы деп аталады. Кет, сырымның тапқырлығы. Мөңке би қайтарған шағында үйіне сырым бала келеді. Баланың көзге ілмеген би балаға айран беріңдер депті. Таңертең аулада сем сұсақты үйелеп өліп қалған қайғырған мөңке би. Құтты қонақ қонса, қой егіз табады. Құтсыз қонақ қонса, малын қырсық шалады деген бала. Құтсыз қонақ болдың. Енді үйімнен кет дейді. Ауыр сөз, я? Сонда сырым бала, олай болса биеке, құтты қонақ келсе, малы өліп, мына нәрсесі аман қалады. Құтсыз қонақ келсе, өзі өліп, малы иесіз қалады. Менің қандай қонақ екенімді қайдан білесіз? Мүмкін құтты қонақ шығармын деген екен. Мөңке би баланың бұл сөзіне аң-таң болыпты да, рас айтасың балам, сен шынында құтты қонақ екенсің деп, оған сый-сияпат көрсетіпті деседі. Олай болса биеке құтты қонақ келсе, мал өліп, несі аман қалады деді сырым. Малың өліп, мына нәрсең аман қалады деді. Түсінікті? Құтсыз қонақ келсе, өзі өліп, малы иесіз қалады деді. Яғни, осының арасында малы өліп, несі аман қалады деген сұрақ іздейміз. Олай болса биеке, құтты қонақ келсе, малы өліп, баласы аман қалады. Так, 10А баласы деген 1 ұпай, 11Әге 1 ұпай, 9А иесі деген жарият бар екен, жоқ, бірақ балы деген жоқ. Абырой асың, басың, тасың, яқтарда жоқ. 0. Так, жалпы 11Ада тотал 6 point, 10А 10, 11А 10, 10Әде жалпы 4 ұпай жиналды, майдалап. 9А 1 ұпаймен қалды, 9Ә 4 ұпаймен қалды, 9Б бізде 6 ұпай жинады. Так, болды, уақыт орындар белгілі. Так, енді болды, ұпай бірінші орын, бүгінгі турдың бірінші орны 11А екен, дау жоқ. Оларға 3 ұпай берілді. 3 ұпай берілді. Екінші орында 2-6 ұпай жинағандар тұр. Екеуінің деңгейі бірдей. Екеуі де 3 ұпайдан жинаған, 2 ұпайдан жинаған, 1 ұпайдан жинаған. Бірақ 9Б'ның жас ерекшелігіне байланысты екінші орын беріледі. 9Б'ға екінші орын беріледі. 11Аға 1 ұпай беріледі. Үшінші орын. Қай сұрақ ұнады? Қай сұрақ ұнады дегенде. Осы ең соңғысы. Соңғысы. Шатастыратын сұрақ болды. Окей.
баласы деген бір сияқты көрдіңіз, а? Жоқ, төле дегенде малдың төлі емес қой, ол адамның баласына қатысты. Тоқтан ол жерде сұрақ дау тұрмаймыз. Рахмет Зейнеп. Кеңінен пікір білдіруге. 9-ның бысы. Ол бәрі бірінші орын емес қой, ол ең 3 ұпай тең болып тұр ғой. Бірінші орын бәрін алар тұр ғой пока. Жас ерекшелігіне. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Бүгінгі ойын үшін, бүгінгі Аят түсірші. үшін барлығыңызға алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі ойын өте керемет деңгейде өтті. Айға да алғысымызды білдіреміз. Біз үшін бүгінгі ойында ең қиын ойымызға келмейтін сұрақ ол тас дейтін сөз болды. Ол вообще ойланып көрмеген сұрақ болды. Осы сұрақ бізге кішкене қиындау болды. Және де менің айтатын сөзім алдағы ойындарға сіздерге сәттілік тілеймін, бізге жеңіс. Біз өзіміздің тайм эрамызды қайтарып жатырмыз. Сол үшін мен тыңдағандарыңызға рахмет. Так, әлі праймері басталған жоқ. Так, сол құрметті оқушылар, Саят болды соңғы сөз қорытындылайық. Бүгінгі екінші турда осымен міне дегенше аяқталды. Командаларда өзіне жақсы әсерде қайтты деп ойлаймыз. Келесі турда бұдан да шыңдалып, бұдан да эмоционалды түрде өзіміз басқара алып, бұдан да тапқырлықтарымыз арттырып, жақсы көңіл күйде 3-ші турда наурыз айында жолыққанша қош сау